Kulakka katı tiyip atır da. 70'e geldik mi dedi. Mına yatakta birbirimizi esip oturumuz yok Kudayga şükür. Da birinciden kızlar o jigitler kalay жақсы жатып тұрдыңдар ма? Şimdi тескей жоқ па? Sözüme çarşıya Конкретно бір адамды ма әлде бірнеше өкті ма? Онда әлі патрондары бар екен ғой. Шамшырақ ағыласында оқыды ма? Иә, Ағыласы ақымақ деп ақылды арғымақ бәрі молодец. Жолдасын жерге тастамайтын нағыз адам ғой ол. Молодец. Классно айтып жатырмыз. Иә, класстасың ғой. көсейіп кетпесін Ал класында оқыдым. Иә, бағана айттым ғой. Мирон не айтса да бәрі дұрыс, бәрі жарасады, бәрі әдемі. Себебі ол Мирон. Сондықтан мынау кішкентай қойдың жасындай өміріміз қалғанда бір-бірімізге жаңағыдай сынамай, мінемей, ойбай өйтіп қалды, ойбай бүйтіп қалды деген әңгіме айтпай, жақсымызды асырып, жаманымызды жасырып, бір-бірімізге сый, құрметпен қарайық та, себебі одан басқа бізге ешнәрсе қалған жоқ. Кешегі бар шайқолда кеше кетіп қалды. Әне, ал біздің қайсымызды қашан анауға аттанатынымызды бір құдай біледі. Сондықтан, осы кішкентай кездесуімізді өзімізге той қылып өтейік та, өзіміз үшін той қылайық. Біреу үшін емес, біреуге керегі жоқ. Біздің тойымыздың да, біздің қуанышымыздың да, шәсенің де керегі жоқ. Бұл бәрі біз үшін керек. Қуануымыз үшін, рахаттанып бір күліп алғанымыз үшін, рахаттанып бір әңгімелесіп алғанымыз үшін, қалжыңдасып, әзілдесіп қалғанымыз үшін. Сондықтан осы кішкентай ғана немізді өйстіп өткізейік деген неден. Мұны енді сіздер айтып отырсыздар, мен күте тұрамын. Ана өсектерін болса бағыласында да бір тәртіпсіз менің әйелім тек қана. Мен айтып жатқаным Ал тілек тыңдайық қадірменді. өмір бойы аузымды жауып келе жатқан адам біреуі ғой. мен ба? Кеше бюроға бере салуым керек. Тіс алдыма кеттік деген. Жібере салуым керек. Қалмады ғой Бермейді ол ешкімге. Мен сөз күлмекке жақсы дейді ғой. Сосын айтып жатырмын, ол бәрі дұрыс. Мирон алдыма түстесе түсуің керек еді. Түспей қалдым. Ашаршылықты адамдар нанды да бөліскен ғой. Сондықтан достықтың көңілінен шығу керек. Қай уақытта да. Достық ол деген өте керемет нәрсе. Бәріңе денсаулық тілеймін. Айнагүл, мына үйіңнен неше күннен бері осындай күлкі, қуаныш болып жатыр үйінде, шаңырақтарында. Құдай қаласа, осы ұзағынан болсын. Дастарханыңа мынау Ерлан балам апамның орнынан бір дәм таттырмай жібермеймін деп, мына осы дастарханды жайғызып жатыр сіздерге. Енді шаңырақтың иесі Ерлан ғой. Сондықтан осы балама мыңда бір алғыс.
Ya осы папамның орнын жоқтатпайын. Ya далаға келіп кеткендей болмасын. Мына шаңырағымнан шай ішіп, бір ауыз тілегін естейін деген ниетпен шақырып жатыр бәрімізді. Рахмет, Алладан қайтсын. Мұның бәрі адамның мынау тәрбиелілігінің, мына үлкенге деген инабаттылығының, соның ұстанымын түсінген адамның тірлігі бұл. Түсінбейтін адамдар бар ғой, Құдайға шүкір, оларға ешнәрсе дей алмаймыз. Түсінген адамға рахметімізді айтуымыз керек. Алладан қайтсын. Келін екеуің ұзақ өмір сүріңдер. Осы үйдің іші балаға толсын. Барлық байлық бала. Ол дүние, мүлік, ақша деген ол байлық емес. Біздің байлығымыздың бәрі бала шағамыз, біздің немерелеріміз. Солар біздің байлығымыз. Себебі біздің олар ұрпағымыз. Ертең бізді көбейтетін солар. Біздің атымызды шығаратын солар. Сондықтан соларменен мақтанайық. Соларменен қуанайық деген ой ғой. Барлығының отбасында осындай қуаныш тілеймін. Құдалық болсын. Мына Сәкен Құдай қаласа күзге баласын үйлендірем деп жатыр. Сапар, кім екеуі? Зәмзәм екеуі. Алла оңынан берсін. Келіндің аяғынан, қойшының таяғынан деген. Семьяға құт несібі болып келсін келін. Құдай қаласа. Мінекей, бұл үйге де сондай мәселе болып жатыр. Сондай болсын. Несібесімен өзінің әркім несімен келсін. Барлықтарының отбасына аманшылық тілеймін. Ендеріңіз саулық. Әрдайым әйтеуір төрт көзіміз түгел. Осындай бір қуанышты дастархандарда кездесейік. Бір-бірімізді көргенде осы қуанайық бірінші үшін. Мына көз көріскенімізге қуанайық. Қалғанның бәрі фигня. 70 рейс қойғансыңдар ма, мазасы болмай отыр ғой. Жұмагүл сенен бір нәрсе келді ма? Жұмагүл деген қоңыр тартып алды 70-лер. Отырғыздым қасына, өзі өті шығып та қоңырмен отырайыншы деп. Ой, болмай. Содан давлениесі көтеріп отыр қоңырды. Онда оң болайын деп жатқан. Екеуің бір-бірін ала ма деп, екі жарды бір-бірін білмеймін, деп. Қоңырдың басы алатын Ау, жаңа түскен келіндей болды. Тура осы кезде түсіп атқан келіншек сияқты. Осы кезде ғой енді пайда болған. Сезім деген шіркін өте қиын нәрсе ғой. Осы моментті ұстап қалған ғой. Сен барысынан қалып қойдың ғой. Мәдинаның менен Алтошты көрсе. Кіммен? Алтошты Әңгімен бұздыңдар ғой, батыр тілегін айтсын, айтсын. Ондайлардың керегі жоқ. Әйелі берді ғой. Енді жеңгесі ғой. Жеңгесінің бір саны қайнысыныкі. Бар dedim, жеңгеге бар dedim, бір саны ұстап еді. Сенде бұлай арасында дағуасы деп жатыр. Сен мен түсінбейсің ғой әлі. 20 жылға жақындап қалды, әлі түсінбей жетіп бола алмай. Алтосты пайдаланып келді ғой қайнымды. несі кетеді сонымен ұзын сөздің қысқасы жаңағы тілектердің бәрі Алла тағалам қабыл етсін. Ауырмайық, самыртауын ауырмайық. Деніміз сау болсын. Осы жылда кездесе берейік. Келесі кездесуге қай жерде өткіземіз, басқа қыламыз деген мәселелер болса, ұсыныстарыңды айтып қойыңдар. Қол қоямыз ба? Бәріміз. Соны енді осы қауымдан артық ешкім болмайды. Осы қауым болып бірден шешіп жіберуіміз керек. Адамдар бір жыл бойына дайындалу керек. Мейрамбек 70-ге толады келесі жылы. Ахмат Мейрамбек. Жаңа бір ойнап. Қазалда берсе жауып жүр ғой. Жоқ істейміз. Барғандар